Баршаңызға сәлем, менің есімім Жұлдыз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Дәл осындай двойник видеоны жасау жолымен сіздермен бөлісетін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең әуелі біздер бұл видеоны жасамас бұрын екі түрлі видео түсіріп аламыз. Яғни, мінекей, бір орындықта бір видеоны түсірсек, екінші орындықта екінші видеоны түсіріп аламыз. Бұл жерде ескеретін жағдай, сіздер түсірген камераңыз бір қалыпты орында жылжымай, қозғалмай тұру қажет. Осылай екі видеоны түсіріп аламыз. Содан кейін CapCut'қа кіреміз. Новый проект басамыз, жаңағы видеомызға барамыз. Ең бірінші түсірген видеомызды қойып аламыз. Добавить етеміз. Содан кейін осының үстіне наложение жасап, екінші видеоны алып келіп қоямыз. Мінекей, осының көлемімен бірдей қылып, екі саусақтың көмегімен үлкейтеміз. Және осы видеоның астында, яғни төменгі жақта маска дегенге барамыз. Сол жерде разделить деген біріншісін басып, дәл осылай мына стрелканы солға бұрамыз. Яғни бұрғаннан кейін, мына стрелка көріп тұрсыздар ғой, соны шамалы жұмсартып, алға қарай шамалы жылжытамыз. Галочканы басамыз. Енді осы жерде екі видеоның бірдей болу үшін үстіңгі видеоны разделить етіп, удалить етіп тастаймыз. Керек емес видеоны да удалить етеміз. Енді қараймыз. Және де осы жерде сіздің арт жағында дауысыңыз естіліп қалатын болса, громкостьке барып дауысын өшіруге болады. Төменгі жақтың тағы да громкостьке барып дауысын өшіреміз. Енді видеоны қараймыз. Осы жерде өзіңіз ұнаған кез келген музыканы қойсаңыз болады. Сол кезде дәл осындай видео пайда болады. Қателеріңізге жарасын. Менің каналым сіздерге ұнаса, лайк басып тіркеліп алыңыздар. Және қоңыраушаны белгілеуді ұмытпаңыздар.